Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше дәмді, шаймен күшті болатын мастер-класстарда рецепті сатылатын пирогтың рецептімен тегін бөлісетін боламын. Толық құрамдарының өлшемі видеоның соңында болады. Сол жерден скриндап алып қарарсыздар. Пирогтың асты песочный, маковый, ортасында крем-чиз болады және бетінде меренга болады. Өте ерекше үйлесімді дәм болады. Мен бетіне клубниканы турап қойдым. Бұл рецепті өзім сатып алып, сіздермен тегін бөлісіп отырмын. Көріп тұрғандарыңызда ерекше. Ең бірінші песочный тестаны дайындауға кірісеміз. Сары майымыздың бетіне сахарный пудраны саламыз. Қасықтың көмегімен екеуін жақсылап біріктіріп езіп аламыз. Сосын ары қарай 3 жұмыртқамызды ағы мен сарысынан ажыратып, ағын бөлек ыдысқа, ал сарысын жаңағы сары майымыздың үстіне саламыз. Жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Венчикпен немесе қасықтың көмегімен жасасаңыздар болады. Сосын 20 грамм мак саламыз. Ұнымызды електен өткізіп қосып, 1 шай қасық разрыхителімізді салып араластырамыз. Қамырды осылай ұнның барлығын електен өткізіп салып, біріктіруге кірісеміз. Пергамент қағазына 4 бұрышты формаға жасайсыздар. Форманы қатты үлкен болмау керек. Қатты тестамыз жайылып кетеді. Бұл жерде мен тестаны спатуланың көмегімен жаймақшы болдым. Бірақ қолмен біріктіріп, оқтаумен жайғанымыз дұрыс екен. 180 градуста пісіріп аламыз. Сосын жаңағы ақ уызымызбен меренге дайындауға кірісеміз. Ақ уызымыздың үстіне қант салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Жай жылдамдығынан бастап 5-10 минут шамасында араластырамыз. Осындай болып шығу керек біздің меренгамыз. 1 ас қасық крахмал және 50 граммдай грек жаңғағын саламыз. Қатты көп қылмай қойыңыздар. Сосын осылай біріктіріп араластырып, бұны да тура жаңа песочный тестамыз сияқты 4 бұрышты формада 160 градуста пісіріп аламыз. Меренгіміздің беті қытырлақ болғанға дейін пісіреміз. Пешке салмас бұрын мен бетіне осылай клубниканы турап салдым. Әдемі көрінеді және ерекше дәм береді. Сіздер оның орнына малина, смородина сияқты жемістерді салсаңыздар болады. Содан соң кремін дайындауға кірісеміз. 150 грамм творожный сыр, үстіне сахарный пудраны саламыз. Қасықпен бірінші осылай араластырып аламыз да, артынан сливкимізді құйып миксермен араластырамыз. Песочный тестаны осылай қойып, бетіне кремімізді біркелкі етіп жағамыз. Сосын осылай пергаменттен ыңғайлап алып, меренгамызды пирогтың бетіне орналастырамыз. Бұл пирог осындай әдемі ерекше болып шығады. Пирогты негізі кеспес бұрын 1-2 сағат күтіңіздер. Мен бірақ шыдамадым. Сол үшін пирог кішкене қатты болып тұр песочный тестасы. Негізі ол өте жұмсақ, ауызға салсаң ерейтіндей болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналымның дамуына үлес қосқыңыз келсе, маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін барынша тырысып рецепттермен бөлісемін. Ал мына фотоны скриндап алып, осы құрамдармен жасаңыздар.